Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай бауырдан өте пайдалы және өте оңай котлет дайындайтын боламыз. Бауырды жеген өте пайдалы, әсіресе қаны аз адамдарға қатты көмегі тиеді. Бүгін осы рецепті менімен бірге дайындап көріңіздер. Ішінің барлығы піскен, әдемі, дәмді болып шығады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бізге сүт, картоп, пияз, сәбіз және чеснок керек. Және дәмдеуіштер, бұрыш, сода, тұз, бауыр және жұмыртқа керек болады бізге. Және ұн керек бізге. Оны біз електен өткізіп отырып, араластырған кезде қоюлығына қарай өлшеп саламыз. Бірінші, осындай таза ыдысымызды дайындап аламыз. Мен үлкен көлемде жасағандықтан үлкендеу ыдыс дайындадым. Картопты, пиязды осылай турап аламыз. Осылай турап алған ыңғайлы ет тартқыштан немесе блендерден өткізгенге дайындаймыз осылай. Сәбізді де осылай тураймыз. Ингредиентінің барлығын мен описание бөліміне қалдырып кетемін. Енді осы туралған көкөністерді салып, жақсылап майдалап аламыз. Міне майдалап езіп берді. Ет тартқышты жумай-ақ бауырды салып езіп аламыз тағы да. Міне мен ыдысқа салдым барлығын. Жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Біркелкі масса шыққанша араластыру қажет. Ендігі кезекте 5 жұмыртқамызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Мен үлкен көлемде жасағандықтан көп мөлшерде жасап жатырмын. Описание бөлімінде менде оңай және жылдам дайындалатын тәттілердің, тағамдардың рецептері өте көп. Кіріп көріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді тұз саламыз, қара бұрыш саламыз және сода саламыз. Енді тағы да жақсылап араластыру қажет. Дәмі біркелкі шығу үшін. Ең соңында осылай сүт құямыз. Тағы да араластырамыз жақсылап. Міне біркелкі масса шықты. Ендігі кезекте ұнды саламыз. Ұнды електен өткізіп отырып салдым. Алдын ала ұнды өлшеп дайындаған жоқпын. Оның қаншалықты керек екенін араластырып отырып білеміз. Осындай венчиктің көмегі қажет бізге. Венчикпен араластырған өте оңай және ыңғайлы біркелкі болып шығады. Ешқандай түйіршік қалмау керек. Міне бізде осындай масса шықты. Қоюлығы осындай болады. Және табамызға май құйып, астын жағып, осылай үлкендеу қасықтың көмегімен құйып, май қызған кезде қуырамыз. Бізде домалақ көлемде болайын деп тұр. 5
котлеттер жұқалау болады менде. Егер қалыңдау болғанын қаласаңыздар, ұнды көбірек қоссаңыздар болады. Міне осылай көпіршіктер пайда болған кезде екінші бетіне аударып, тағы да қуырамыз. Бауыр тез пісетін болғандықтан екі бетін 2-2 минуттан пісірсеңіздер жеткілікті. Тағы да біреуін салып көрсетіп жатырмын сіздерге. Біріншісін қуырып алып, жеп дәмін көресіздер. Егер тұзы аздау болған жағдайда, бұрышы аздау болған жағдайда, шамалы қосып, жақсылап араластырып, қуыра берсеңіздер болады. Өте әдемі болып пісіп жатыр. Менің каналымның ары қарай дамып, жылжуына атсалысып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып отыруды ұмытпаңыздар. Екінші бетінде көрсетіп жатырмын. Қып-қызыл болып пісті. Біздің котлетіміз дайын. Өте оңай жасалу жолы және өте дәмді. Ең бастысы пайдалы котлет. Ішін, ортасын бөліп көрсетіп жатырмын сіздерге. Ортасының барлығы піскен, қалыңдауын да көрсетіп жатырмын. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, поделицаны басып, WhatsApp желісіне тарата отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.